Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін міне әдеттегідей таразмалы базарындамыз. Бүгін 4-09-2021 жыл. Бүгін осы базардың бағаларын бір шолитын боламыз. Олай болса кеттік, біз видеомызды бастаймыз. Сегіз айлық ұрғашы бұзау 75 мың теңге деп тұр, кемі бар. Жеті айлық еркек қозы 38 мың теңге деп тұр. Сойғанға семіз ешкі 25 мың теңге. Тағы да сойуға семіз ешкі, бұлар бағасы 21 мың теңге деп тұр. Пішпе қозылар, мынау екеуі 33 мың теңге деп тұр. Мынау қара жалғыз өзі 43 мың теңге деп тұр. 18 мың теңгеден мартский қозылар. Ешкі 28 мың теңге деп тұр. Саулық қойлар әрқайсысы 50 мың теңгеден. Алтауы бар осы жерде, әрқайсысы 50 мың теңгеден. Елу 56 мың теңгеден сектер. $110 мың теңге бір жасқа толмаған бучок. $150 мың теңгеден бір жасар пұқалар. Жеті айлық бучок 110 мың теңге сұрап тұр. Бір жасар свет сары бұқа 110 мың теңге сұрап тұр. 8 туған шведский сиыр 500 мың теңге сұрап тұр. Бұзауы еркек, бойы биік, анау-мынау сиырдан. 215 мың теңгеден ұрғаш тайлар. Осы тұрған үшеуі, әрқайсысы 215 мың теңгеден. Денесі әрі сауын бие 600 мың теңге сұрап тұр. Құлыны еркек, 4 туған бие екен. Ұрғашы тай 240 мың теңге сұрап тұр. Бойы аласа ұрғашы тай 150 мың теңге сұрап тұр. Байтал бағасы 310 мың теңге. 180 мың теңге ұрғашы тай. Еркек жабағы 130 мың теңге сұрап тұр. $210 мың теңге еркек тай. Семіз байлау қойлар бағасы 55 мың теңгеден. Үш туған қойлар. Бер шетіндегісі 60 мың теңге, арғы шетіндегісі 60 мың, ортадағысын 65 мың теңге сұрап тұр. Үш туған қойлар. $70 мың теңгеден бер жағындағысы тұсақ, мынау тұрған бұл сек, арғы жағындағысы бұл да сек. Бағасы 70 мың теңге сұрап тұр әрқайсына. Бір жарым жасар гисар қошқар 260 мың теңге сұрап тұр. 7-8 айлық ұрғашы бұзаулар, мынау ала 65 мың теңге сұрап тұр, қараны 75 мың теңге сұрап тұр. Буаз сиыр 200 мың теңге сұрап тұр. Семіз ешкі 28 мың теңге сұрап тұр.
Осымен достар, менің видеом өз соңына келіп жетті. Уақыттың аздығына байланысты видеоның уақыты қысқа болып жатыр. Келесі видеоларда видеоның уақытын барынша ұзақ қылуға тырысамын. Бүгінгі видео ұнаған болса арнаға жазылып, лайк басып, қазақ тілді арнаны қолдай отырыңыздар. Алда әр апта сайын видео шығарып отыруға тырысамын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.